Ас қорыту жүйесі мүшелерін дұрыс ретпен орналастырыңыз. Жоғарыда ас қорыту жүйесінің мүшелері орнауысып берілген. Біздің мақсатымыз оларды дұрыс ретпен орналастыру. Тоқ ішек, ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, аш ішек және тік ішек. Ас қорыту жүйесінде ең бірінші орналасқан мүше ол ауыз қуысы. Ал ауыз қуысынан кейін қандай мүше орналасады? Дұрыс, жұтқыншақ. Жұтқыншақтан кейін келесі мүше өңеш. Келесі қандай мүше болады? Асқазан. Асқазаннан кейін аш ішек. Келесі тоқ ішек және ең соңғы тік ішек. Өте жақсы, жарайсыңдар.